Күн сайын құрма жеп жүрсеңіз, көптеген қатерлі ісік ауруларының алдын аласыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге өзгеше әлем арнасы. Алдағы уақытта түрлі тақырыпта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыз. Баршаңызды Рамазан айының басталуымен құттықтай отырып, ауызашарда жиі пайдаланатын өнім құрма жайында айтпақшымын. Құрма арабтардың күн көрісінде маңызды орын алатын, иісі мүлде білінбейтін, бірақ дәмі тіл үйіретін тәтті жеміс. Құрма өсіру шаруашылығымен араб елдері айналысады. Сауд Арабиясы, Ирак, Алжир, Мысыр мемлекеттерді. Біздің елімізде құрманы тұтыну ораза айында артады. Араб көшпенділері әрқашан өздерімен бірге кофе, су және құрманы артығымен алып жүретін болған. Араб елі құрманы шөл даланың кәмпиті, шөл даланың нады деп те атайды. Құрма адамға қажет дәрумендер мен минералдарға, микро-макро элементтерге бай. Сондықтан болар арабтар денсаулық кеніші деп бекер атамаса керек. Бұл туралы Финики еда лакмуство лекарство кітабында жазылған. Осы кітапта құрма туралы мынандай деректер келтірілген. Құрма тісті тіс жегіден сақтайды. Оны білетін арабтар құрма жесең тісің ауырмайды дейді. Арабтардың тек қана тістері ғана әдемі емес, олардың арасында қатерлі ісік ауруларымен ауыратын адамдар кездеспейді. Кейбір зерттеушілер мұны ағзадағы қатерлі ісік ауруларын пайда болуын төмендететін селен және тағы басқа элементтерге бай құрманың арқасы деп біледі. Құрма сонша құнарлы жеміс бола тұра, оның құрамында холестерин болмайды. Көру, есту жүйелері нығайда отырып, көз бен құлақтың жұмысын жақсартады. Сондай-ақ құрмада жүкті әйелдердегі депрессияны жеңілдететін қасиеті бар. 100 грамм құрманың тағамдық құндылығы 292 калория болады. Құрманың негізгі құрамы ақуыз, көмірсу, витамин В1, 2, 4, 5, 6, 9 және С витамині және де фосфор, хром, цинк, натрий, калий сияқты элементтерге бай. Құрманың құрамында басқа жемістерде кездеспейтін амин қышқылдары болады. Амин қышқылдары адамның жүйке жүйесін, психикалық белсенділігі мен көңіл күйін, ұйқысын реттейді. Құрма жемісі, құрма ағашы туралы сіз білмейтін 7 дерек ұсынамын. Оманда дүниеге ер бала келсе, ата-анасы оның құрметіне құрма ағашын отырғызады. Құрма ағашы баламен бірге өссе жақсылық алып келеді деген сенім бар. Құрма ағаштарының орташа жасы 60-70 жыл, ал ең ұзақ ғұмырлысы 100 жыл, 110 жыл. Құрма ағашының ең жемісті кезі 15 пен 45 жас аралығында болады. 60 жастан кейін жеміс бермейді. Құрма ағаштары аталық және аналық болып екіге бөлінеді. Адам шашы тәрізді аталығының жапырағы тік және қысқа болады, ал аналық құрманың жапырағы ұзын, төменге қарай жайылып өседі. Құрма ағаштары тозаңдану арқылы емес, ұрықтандыру арқылы көбейеді. Аталығының ұрығын алып, аналығына салып, қолдан ұрықтандырады. Өскіні ананың құрсағы секілді бүйірінен томпайып өсіп шығады. Белгілі бір уақыттан кейін оны бөліп алып жақын жерге отырғызады. Егер анасынан алыс жерге отырғызса, ол өліп қалуы мүмкін. Құрманың 60-65% қант болғанымен ол адамды семіртпейді. Құрма жемісі көптеген ауруларға ем. Жас құрма теріге оң ықпал етеді. Жүктілік пен күнге күйген дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қаназдыққа пайдалы. В1, В2 витаминдерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына, жөтелге пайдалы. Жүрек, қан тамыр ауруларына ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды. Жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қасиетін жақсартады. Осы мәліметтерді сіздерге ұсына отырып, күн сайын аз мөлшерде құрма жемісін тұтынып жүріңіз дегім келеді. Құрма жемісін сатып алар кезде мынадай жағдайларды ескеріңіз. Балғын құрмалар аздап мыжылған болуы мүмкін, бірақ олар қатты болмауы керек. Терісі сәл жылтыр, етті құрмаларды таңдаңыз. Кристалды қантпен жабылған жемістерден аулақ болыңыз. Сіздерге пайдалы қаралым болды деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.
лайк басып комментарий жазып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.